Саламатсыздар ма? Бүгінгі сабақта біз Canva платформасы арқылы постерлар, плакаттар және презентация жасауды үйренетін боламыз. Ссылкасын Telegram чатқа қоямын. Canva деп батырмасын бассаңыз, бірінші ссылка бойынша кіреміз. Біз алдында бұл жаққа регистрация жасаған болатынбыз. Сол себепті уже аккаунтқа менде автоматически кіріп жатыр. Бірінші бетте көрсетілгендей, міне презентациялар батырмасын басып, дайын презентацияларды көрсеңіз болады. Немесе поисковикке мысалға английский язык деп жазсаңыз болады. Сол жерде ағылшын тіліне қатысты сізге міне жаңағыдай презентациялар, шаблондар және файлер, дайындар түрлері шығады. Мысалға менің өзімнің алдын жасаған флайерім бар болатын. Соны көрсеткім келіп тұр сіздерге. Міне менің жасаған алдыңғы өзімнің офлайн ағылшын тілі клубына жасаған флайерімді көрсеткім келіп тұр. Осы жерден дайын материалдың ішінен мен өзіме өзгерттім. Қай сыныпқа қажет ететінін, жаңағыдай адресін жаздым. Мына жерге телефон нөмірлерін жазып, осылай кесіп қойдым. Керек адам уже телефон нөмірін қырқып алып кететін болған. Бұл жерде бұны жаңағыдай өзіңізге жүктеп алу үшін поделиться батырмасын басасыз да, мына жерде скачать батырмасын басасыз да, өзіңізге керек қандай PNG форматында ма, или болмаса PDF форматында ма, қалай керек сізге сол вариантты таңдап жүктеп алсаңыз болады. Бұл жерде мысалға плакат деп, допустим, мына жерге поисковикке жазатын болсақ, бірнеше альбомная, портретная несі көрсетіледі. И осы жерден мысалға міне ағылшын тіліне мысалға мынау плакат маған ұнап тұр. Осы плакат батырмасын басамыз. Бұл дайын түрі, дайын түрінде мысалға мынау әрбір осы плакатта тұрған объекттерді біз өзгерте аламыз. Шерек батырмасын басып өшіре аламыз. И мына жердегі тақырыпты мысалға оны удалить етіп, оның орнына басқа нәрсе жаза аламыз. Әріптің жаңағы размерін кішірейте аламыз, түсін өзгерте аламыз, қай жақтан тұрады, ортадан, шеттен, оң жақтан эффект қоя аламыз. Оны видео форматында істеу үшін мысалға мынандай эффект қойсаңыз болады, былай домалатып жазылғанын қаласаңыз болады, былай жасасаңыз болады. Домалатып жазылған көргенсіздер ме? Жаңа стористерде в основном сондамен қолданылады. Мысалға мынау суреттің орнына біз оның орнына заменить етсек болады. Мысалға на задний план жіберсек болады, немесе передний планға жіберсеңіз болады осы суретті. Немесе бұл суретті мүлде өшіріп тастап, бұл жерге басқа суретті қойсаңыз болады. Мысалға өзіңіздің бір суретіңізді скопировать етіп аласыз да, осы жерге вставить етесіз контрол-мен. И керекті сөздеріңізді жазасыз. Болмаса мына жақтан элементі батырмасын басып, мысалға сізге не керек, рамка керек па, жоқ мынандай мектепке қажетті, мынандай бір суреттер қажет па, осыны өзіңіз таңдап, осы жердегі суреттің орнын ауыстырсаңыз болады. Пішінін өзгерте аласыз, кішірейте аласыз, үлкейте аласыз, мысалға керек емес болса удалить ете аласыз. Загрузка жасап, телефонның өзінде көрсетілген суреттерді ала аласыз, компьютердегі текст жаза аласыз. Кейін дәл солай поделиться батырмасын басып жүктеп аласыз.